Сіз өз құқығыңызды білесіз бе? Қазақстан Республикасының 1995 жылғы қабылданған Конституциясында еліміздің әрбір азаматы білікті заң көмегін алуға құқығы бар деп белгіленген. Осыған орай 1997 жылдың 5 желтоқсанында Қазақстан Республикасының азаматтық қызметі туралы заңы қабылданды. Бұл заңның негізгі мақсаты қандай? Ол әрбір жеке тұлғаның Қазақстан Республикасы Конституциясында белгіленгендей білікті заң көмегін алуға, өз құқықтары мен бостандықтарын сотта қорғауына жәрдемдесу, оның жүзеге асырылуына ықпал ету. Азаматтардың білікті заң көмегін алу құқығын қамтамасыз етуге тиісті құқық қорғау жүйесінде адвокатураның маңызы айрықша. Адвокатура қылмыстық істер бойынша қорғау, азаматтық, әкімшілік, қылмыстық және басқа да істер бойынша өкілдік ету. Азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға жәрдемдесу мақсатында ұйымдастырылатын қызмет түрі. Жалпы, адвокаттық қызметтің негіздері Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңының баптарында бекітілген. Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілгендей, мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам және оның өмірі, құқығы мен бостандықтары. Адвокатураның негізгі қызметі де сол адам және оның құқығы мен бостандықтарын қорғауға кәсіби түрде қызмет көрсету. Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңында адвокаттық қызметтің негізгі бағыты, мақсаты айқын көрсетілген. Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңының 6-шы бабында белгіленгендей, қорғаушылар қорғалушыларға тегін көмек көрсетеді. Соттар асыраушысының қайтыс болуы, жұмыспен байланысты мертігу немесе денсаулығының зақымдану арқылы келтірілген зиянды өтеу туралы істерді қараған кезде, егер сот қаралып жатқан дау кәсіпкерлік қызметпен байланысты болмаса, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен оларға теңестірілген адамдар, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, жасы бойынша зейнеткерлер болып табылатын қуынушылар мен жауапкерлерге алименттер өндіріп алу, зейнетақы мен жәрдемақылар тағайындау, ақтау, босқын немесе оралман мәртебесін алу мәселелері бойынша жеке тұлғаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандарға заң көмегін тегін көрсетеді. Қажет болған жағдайларда құқықтық сипаттағы жазбаша құжаттарды жасайды. Қазіргі уақытта адвокаттар алқасы мен мемлекеттік атқарушы органдары, оның ішінде әділет органдары ынтымақтастық жасайды. Әділет министрлігінің негізгі міндеттерінің бірі азаматтардың заңды мүдделері мен құқықтарын жүзеге асыру үшін қажетті заң көмегі жүйесін ұйымдастыру мен дамыту болғандықтан, ол осы міндеттің шегінде адвокаттар алқасының қызметіне жәрдемдеседі. Ұлт жоспары 5 институционалдық реформаның 22-ші қадамында адамның және азаматтардың конституциялық құқығын шектейтін барлық тергеу қызметі жөніндегі уәкілетті тергеу судьясына беруді қамтамасыз ету арқылы сотта айыпталушы және қорғаушы арасындағы теңгерімді қамтамасыз ету атап көрсетілген. Осы бағдарламаның жүзеге асырылуы мақсатында аймағымызда облыстық адвокаттар алқасы жұмыс жасайды. Адвокат жоғарғы заңды білімі бар, адвокаттық заңды жүзеге асыру құқығына лицензия алған, міндетті түрде адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңмен регламенттелген адвокаттық қызмет шеңберінде заң көмегін көрсететін Қазақстан Республикасының азаматы. Ұлттық бизнес рейтинг одағы Қазақстан Республикасы мекемелерінің 2014-2015 жылдар аралығындағы экономикалық жұмыстарына талдау жасауы нәтижесінде Қызылорда облыстық адвокаттар алқасына алтын рейтинг сала лидері 2016 статусын тағайындады. Бұл облыстық алқаның өзіне міндеттелген жүкті абыроймен атқарып, жауапкершілікпен орындап келе жатқан сенімді, болашағы бар қоғамдық ұйым екендігін айқындайды. Елбасының саяси салмағы басым ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасын жүзеге асыру барысында Қызылорда облыстық әділет департаментінің басшысы Қалдыбек Сапаровтың бастамасымен ауқымды жұмыстар атқарылуда. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай облыстық адвокаттар алқасының адвокаттарының қатысуымен желтоқсан айында 100 адамға тегін құқықтық көмек беріледі. Адвокаттық құқықтық көмек беру ісін жүргізу кезінде қорғалушыдан болмаса мемлекет есебінен ақы алмайды. Аталмыш шараға білікті заң көмегін алғысы келетін кез келген ерікті азамат қатыса алады. Адам саны шектеулі, сондықтан асығыңыздар.